ондық бөлшектерді сонымен қатар оларға арифметикалық амалдарды қолдануда қарастыратын боламыз. Және де шексіз периодты ондық бөлшекті жай бөлшекке айналдыруды меңгеретін боламыз. Бастайық. Ондық бөлшек дегеніміз ол бөлімі бөлшектің, мысалы b-дан a деген бөлшек болатын болса, мынау бөлімі b бізде тең болады 10-ға, немесе 100-ге, немесе 1000-ға деген сияқты солай кете береді. 10-ның n дәрежесіне бөлімі тең болады. Осы бөлшек бізде ондық бөлшек түрінде жазсақ болады. Мысалы қарайық. Жай бөлшекті ондық бөлшек түрінде жазу 2-ден 1 деген сан берілсін. Бізде мына бөлшекті ондық бөлшек түрінде жазу үшін бөлімі 10, 100, 1000 деген сияқты сандар болу керек. Ол үшін біз бөлшектің алымында бөлімінде бірдей санға көбейту қасиетін қолданамыз. 2-ден 1-ді біз бөлімі 10 болатындай келтіре аламыз ғой. 10 болу үшін алымында бөлімінде 5-ке көбейтеміз. 2 көбейту 5, 1 көбейту 5. Сонда 10-нан 5 деген сан шығады. 10-нан 5-ті енді біз 0,10-нан 5 деп жазсақ болады. Немесе мысалы 8-ден 3. 8-ден 8 саны 10-ға келтіре алмаймыз, оны 100-ге де келтіре алмаймыз. 1000-ға еселі болып келеді. 1000-ға мысалы 8-ді бөлсеңіздер 125 шығады. Сонда бізде бөлімі 1000 болды. 1000-нан 375 деген бөлшекті алдық. Осыны ондық бөлшек түрінде жазатын болсақ, 0,1000-нан 375 осылай жазылады екен. Жай мысалдар. Мысалы 10-нан 447 деген болатын болса, 0,10 деп бастаймыз. Енді қарайық. 447 бізде 3 орынды сан. Онда 0-не мөлшерлейік. Енді сонымен қатар мына жерде бір нөліміз артық қалды ғой. Ол мына жерде тұрады. 0. 447. 10-нан 447. Егер мына нөлді біз жазбайтын болсақ, онда бізде бөлшегіміз 1000-нан 447 болып қалады. Енді ондық бөлшектерге арифметикалық амалдарды қолдануға көшейік. Қосу және азайту. Бірден өтейік. Қосқан кезде бізде үтірге назар аударуымыз керек. Мысалы 1,256-ға қосамыз 45,137-ні. Енді қарайтын болсақ, мен үтірдің астына міндетті түрде үтірді жаздым. Ал әрі қарай қосу кәдімгідей жалпы қосу түрінде жүре береді. 6 өзі жазылады. 5-ні қостық. 12 бір ойда 3, 5, 6. Одан кейін 1-ге 5 қосылады 6. 46,1000-нан 626 деген санды алдық. Енді азайтуды да дәл солай. Мысалы 57,10-нан 1-ден азайту керек болсын 4,158-ді. Үтірдің астына жазылады. 4,158. Мына жерге мен 0 қойып алсам болады. 0-ден 8-ді алу үшін мына жердегі 1 бірін береді. 10-нан 8-ді алдым 2. Мына жерде менде 0 қалды ғой. 1-дің орнында. Мына жақтан 1-ін алам. 10-нан 5-ді алам. 5. Мына жерде 6 қалды. 6-дан 4-ді алам. 2. 5-ім өз жазылады. 52,152 деген ондық бөлшекті алдық. Әрі қарай көбейту. Ондық бөлшектерді көбейткен кезде кәдімгідей көбейтіледі. Жаңағы үтірмен ғана бізде проблема болады.
Қазір оны мысалда көрсетейік. 1,25-ті көбейтеміз 0,12-ге. Әуелгі кезекте жалпы көбейту қалай орындалады? Солай орындап аламыз. 5 жердегі 10, 2 жердегі 4, ойдағы мен 5, 2 жерде 1, 2. 5, 1-ге көбейтсек 2, 1. Одан кейін 0-ге көбейтеміз 0, 0, 0. Енді бір өзі жазылады 0. Енді қарайық. Бізде үтірден кейін мына жерде 1, 2, 3, 4 сан бар. Яғни мына жақта 4 орын мен жылжим. 1 соңынан бастап. 2, 3, 4. Мына жерге үтір қоям деген сөз. Сонда менде мәні 0,15 шығады екен. Әрі қарай бізде бөлу амалы. Ондық бөлшектерді бөлгенде оларды жай бөлшекке айналдырып бөлген жеңіл болады бізде. Мысалы 2,25 бөлінген 1,5. Біз бұны бөлшек түрінде жазатын болсақ 2,25 бөлінген 1,5. Мынау аралас санда айта кетейін. Жай бөлшекке айналдырған кезде мына бөліміндегі сан бүтін бөлікке көбейтіледі. Мына жерде көбейту жүреді. Ал алымындағы сан бөлімі жазылады. 2-ге 100 көбейтіледі, ал оған алымындағы сан қосылады. Сонда бізде 100-ден 225. 100-ден 225. Келесі мына 1,15 салатын болсам, бөлімі 10 өз жазылады. 10-ға 1 көбейтіледі, оған 5-ті қосамыз. 10-ға 5-ті қоссақ 15 шығады. Тең 100-ден 225 көбейтілген бөлу алдыңғы сабақта айтылды, көбейту арқылы орындалады. Тек 10-нан 15-ге кері бөлшекті аламыз біз. 15-тен 10 болады. Қысқартсақ, мына жерде 1 100-ге 10-нан 225, 15 болады. Сонда бізде бөлшегіміз 10-нан 15. Оны қысқартатын болсақ, 5-ке бөлеміз. Ал мұнда бөлімінде мұнда 2, мұнда 3, сонда 2-ден 3. Егер де бұны ондық бөлшек түрінде жазам дейтін болсақ, 1,2-ден 1 дейміз, немесе араластан түрінде, немесе 1,15 деп жазсақ болады. Ендігі маңызды тақырып бізде шексіз периодты ондық бөлшекті жай бөлшекке аудару. Шексіз периодты ондық бөлшек деген, мысалы, мына жерде 1-ге 3-ті бөлетін болсақ калькулятормен, бізде 0,333 деп шексіз кете береді. Осы жағдайда біз, мысалы, 3-тен 1, жаңағымыз 1-ге 3-ті бөлсек 0,33 деп шексіз кетіп тұр, е? Осы 3 шексіз қайталана беретін болғандықтан, ол шексіз периодты аламызда біз жақшаға жазып қоямыз. Бұл жақшаның ішіндегі 3 деген сан шексіз қайталанып жатыр деген сөз. Енді осы түрдегі санды біз мына түрде қайтадан қалай жаза алады екенбіз? Күрделірек мысал келтірейік. Мысал 5,2,13 болсын. Осыны жай бөлшекке айналдыруды үйренейік. Бірінші кезекте не бар, соның барлығын жазып қоямыз. Не бар? 5 бар, 2 бар, 1, 3. 5213 деген сан, е? Енді осыдан азайтамыз. Біз жақшаға дейінгі сандарды, жақшаға дейін бізде 5 пен 2 тұр, яғни 52 дейік. Одан кейін
жақшаның ішінде бізде неше орынды сан? 2 орынды ғой. Яғни 2 орынды болса бөліміне 2 9 жазамыз. Және де жақша арасында неше сан бар? Біреу ғой 2 деген сан. Демек 1 0 қоямыз. Осы жерде бізде 5161 алымында бөлімінде 990 шығады екен. Тағы да бір мысал келтірейік. Мына жерге мен қазір жалпы формуласын жазып қояйын. Көк цветпен жазайын. Мысалы, АБ үтір болсын. СДЕ, одан кейін жақшаның ішінде FG болатын болса, бірінші кезекте барлығын жазам дедім. ABCDE FG, одан кейін азайтамын үтір жақшаға дейінгі сандарды. Бізде жақшаға дейін ABCDE тұр. Одан кейін жақшаның ішінде F пен G ғой. 2 орынды сан, демек 2 9 қоям. Одан кейін CDE, мына жаққа 3 0 қоям. Яғни үтір мен жақшаның арасындағы сандарды 0 ретінде қоям мен. Тағы да бір мысал келтірейік. Сонымен тоқтаймыз. Ал деген бөлшек болатын болса, бірінші кезекте барлығын жазам. Азайтамыз. Жақшаға дейінгілерді 456 болады. Сонда бөлімі жақшаның ішінде бір-ақ сан тұр ғой, 7 деп. Онда 9 деп 1 9 ғана жазам. Үтір мен жақшаның арасында 5 пен 6 тұр. Онда 2 0 жазам. Сонда 900-ден 4111 деген жай бөлшекті алады екенбіз. Немесе 12 бүтін периодта 7 болсын. Барлығын жазам. Азайтамын. Жақшаға дейінгі сандарды. Одан кейін жақшаның ішінде 7 тұр. Яғни 1 рет 9 жазылады. Үтір мен жақшаның арасында сан жоқ. Осылай 9 болып қала береді. Сонда 9-дан 115 деген бөлшекті алады екенбіз. Назарларыңызға рахмет. Видео пайдалы болған болса, бөлісіп, лайк басып, пікір қалдырсаңыздар болады.